Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Біз өткен сабақта етістіктің болымды және болымсыз түрлері болатынын білдік. Бүгінгі сабақта сөйлемнен сын есімді табасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бересіңдер. Балалар, көп нүктенің орнына қандай сұрағына жауап беретін сөздерді тауып қойыңдаршы. Қанеки ойланып көріңдер. Қойып болсаңдар, мен өз нұсқамды көрсетейін. Әдемі гүл, қызықты кітап, ашық аспан, биік терек, дәмді тамақ, үлкен сандық. Балалар, бұл сөздер қай сөз табы болады екен? Қане ойланып көріңдер. Иә, сын есім болады. Бұл сөз табы сендерге бұрыннан таныс. Олай болса, сын есімнің ережесін еске түсірейік. Заттың түрін, түсін, сипатын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Оларға қандай, қай деген сұрақтар қоямыз. Мысалы, әдепті, жасыл, биік. Келесі мәтінді бірге оқиық, түсініп оқуға тырысыңдар. Соңында сұрақтарға жауап бересіңдер. Мен ол ағашты көрмегелі 10 шақты жылдай болыпты. Жаяу баралық, қасиетті ағаш қой, деді Жамбыл ата. Ағашқа жақындағанда шошып қалды. Біреу балтамен ағашты сарт-сұрт шауып жатыр. Ей, тоқта, сен өзі дені сау адамбысың? Ағашқа неге балта шабасың? Жамбыл ата екенсіз ғой, кешіріңіз. Мен бір бұтағын кесіп жатыр едім, деді жігіт. Жамбыл ата, ал жігітім, жөніңді айтшы, бұл Сүйінбай атаңның еккен ағаш екенін білемісің? Деді. Білемін жәке, біз ауылымыз болып, бұл мәуел ағашты қасиет тұтамыз. Қураған бұтағын кесіп тастаймыз. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесінде демаламыз, деді жігіт. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Жамбыл ата қайда келді? Қанеки ойланып көріңдер. Иә, қасиетті ағашты көруге келді. Жамбыл ата неден шошыды? Біреу балтамен ағашты сарт-сұрт шауып жатқанын көріп шошыды. Жігіт өз әрекетін қалай түсіндірді? Біз ауылымыз болып, бұл мәуел ағашты қасиет тұтамыз. Қураған бұтағын кесіп тастаймыз. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесінде демаламыз, деді жігіт. Балалар, Жамбыл Жабаев туралы не білесіңдер? Жамбыл Жабаев туралы толығырақ білу үшін келесі бейне материалға назар аударыңдар. Өлең сөздің дүлдүлі, ұлы ақын, жырау, жыршы. Иә, ол бір ғасырға жуық ғұмыр сүріп, артында өшпес мұра қалдырған қазақ поэзиясының әйгілі тұлғасы. Оның өлең жыры тек сол заманның болмысына арналмаған, әр өлең сөзінің өмірлік мәні бар екендігін оқып қалсаңыз, түсінер едіңіз. Жамбыл Жабаев 1846 жылы Шу өзенінің жоғарғы бөлігінде қарапайым отбасында дүниеге келген. Туған ауылы сол сәтте қоқан қысымынан қашып, жер кезіп жүрген деседі. Осыншалық қиындыққа қарамастан, Жамбыл бабамыздың балалық шағы бал күндерге толы болды. Қатарлас ауыл балалармен ойын ойнап, мерекелі күндерде туған туыс арасында мейірімге бөленіп өседі. Жамбыл Жабаев боз бала күнінен өлеңге жақын еді. Әсіресе малшылардың жанынан шықпайтын. Өйткені дала ағалары ғана көптеген аңыз әңгімелер, қызықты оқиғалар мен адамдардың мінез құлқын, байлығы мен кедейлігін, ерлігі мен қорқақтығын жиі айтатын. Сол айтылған жырларға, өлеңдер мен әңгімелерге ден қойған боз бала өзі де өлең құрауды әдетке айналдырады. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Мәтінге қайта оралып, сын есімдерді табайық. Қанеки ойланып көріңдер. Мұндағы сын есімдер қасиетті, сау,
мәуелі және қураған. Бұл сөздерге қандай деген сұрақ қоямыз? Балалар, келесі мәтінді дәптерлеріңе қатесіз көркем етіп көшіріп жазыңдар. Сүйінбай Аронұлы ақиық айтыс ақыны, жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар Әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Ал енді осы мәтіндегі жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын біліп алайық. Ақиық бұл жерде асып туған дарын иесі дегенді білдіреді. Діңгек жерге қазып орнатқан бағана, тіреу, таяныш деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді осы мәтіннен сын есімдерді бірге табайық. Қандай? Ақиық және алтын деген сөздер екен. Бұл сөздер сын есім болады. Балалар, мына мәтінді оқып, бұған ат қойыңдар. Қане, бірге оқиық. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың, түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Анадайда ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Сендер бұл мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Ойланып көріңдер. Мен тоғай іші деген ат қойдым. Қалай ойлайсыңдар? Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Естеріңе сала кетейін, мәтіннің 3 түрі бар. Не істеді сұрағына жауап беретін мәтін? Әңгімелеу мәтіні. Қандай сұрағына жауап беретін мәтін? Сипаттау мәтіні. Неліктен сұрағына жауап беретін мәтін? Пайымдау мәтіні. Ендеше бұл мәтіннің қай түрі болады екен? Я, балалар, бұл сипаттау мәтіні. Себебі тоғайдың ішін сипаттап тұр. Осы сипаттау мәтінде қандай сөз табы қолданылған? Я, сын есімдер қолданылған. Мәтіннен сын есімдерді тауып көрейік. Олардың қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айтыңдар. Қандай? Жұпар. Бұл сөз сөйлемде иісі сөзінің сипатын білдіріп тұр екен. Қандай? Аласа. Бұл сөз сөйлемде бұталардың сөзінің сипатын білдіріп тұр екен. Қандай? Сұр. Бұл сөз сөйлемде торғай сөзінің сипатын білдіріп тұр. Қандай? Көк. Бұл сөз сөйлемде шымшықтар сөзінің сипатын білдіріп тұр екен. Ал қандай? Ала. Бұл сөз сөйлемде қанат сөзінің сипатын білдіріп тұр екен. Қандай? Көңілді. Бұл сөз сөйлемде тоғай іші сөз тіркесінің сипатын білдіріп тұр екен. Жарайсыңдар балалар, сендер енді сөйлемнен сын есімдерді тауып, олардың қай сөздің сипатын білдіріп тұрған айта аласыңдар. Ал енді келесі тапсырмада сөз жасырынған. Жасырынған сөзді табу үшін пішіндерге сәйкес әріптерді қойыңдар. Қанеке қойып көріңдер, қандай сөз шықты? Ала, тау. Алатау сөзі шықты. Енді осы сөзді қатыстырып, сын есімдерді пайдаланып, сипаттап, мәтін құрастырып көріңдерші. Қанеке ойланып көріңдер. Құрастырып болсаңдар, мен құрастырған мәтінді оқиын. Алатау қазақ жеріндегі ірі тау жоталарының бірі. Алатаудың шыңын қалың мұздықтар мен көп жылдық қар басқан. Мұндағы сын есімдер ірі, қалың және көп жылдық. Олай болса балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер сөйлемнен сын есімді таптыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бердіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.